29 сабақ халықтың рухани мұрасы даналық көзі тақырыбын өтеміз балалар. Бұл сабақта сендерге халықтың рухани мұрасының даналықтың маңыздылығын, бізге көне немесе шежіре екендігін, халықтың даналығын түсіну жолында біз сол арқылы ақиқат құндылығының мәнін ашамыз. Олай болса, бұл халықтың даналық рухани бағытында руханилық дегеніміз не, даналық дегеніміз не, және осыларды осы даналыққа жету үшін ізденімпаздықтың арқасында жеткенін осы даналардың сол туралы бүгін өтеді екенбіз. Олай болса, кәдімгі бәріміз аяқ қолымызды айқастырмай, сәтіне дайындалып. Arkanızı dürüstle bakarız. Gözünüzü жұмып, терең тыныс алыңыз керек. Әрбір тыныс алған сайын неғұрлым көбірек босаңсып, сабырлы болуға тырысыңыз. Қазір біз орманға серуенге шығамыз. Өзіңізді сынып есігіне қарай беттеп, есікті ашқаныңызда, дәлізбен өтіп, далаға шыққаныңызды елестетіңіз. Таза ауаны жұтып, шашыңызды желбіреткен желдің лебін және бетіңізді сәл-пәл қыздырған күн сәулесін сезініңіз. Орманға қарай жүре бастаңыз. Келе жатқанда абай болыңыз. Жәндіктерді басып кетпеңіз. Енді бір минут тоқтап, айналаға көз салыңыз. Табиғаттың әсемдігі мен балғындығын сезініңіз. Гүлдердің біріне жақындап, еңкейіп, оның әсемдігімен. Ал балалар, бесте ережесін қайталайықшы. Талап, тазалық, тыныштық, жақсылық, тәртіп. Ал бес құндылықты айталайық. Ақиқат, сүйіспеншілік, дұрыс әрекет, ішкі тыныштық, қиянат жасамау. Ал олай болса, балалар бейне жазбаға мән көңіл аудар айтқанды, Балқожа бидің ұдайға жазған хаты дейді. Атамды сағындым деп асығарсың, оқуға көңіл қойсаң басыларсың. Атанаңды өнер білсең асырарсың, надан боп білмей қалсаң ақырарсың дейді. Мінекей олай болса, біз халық дәстүрінде даналық кісілерге осы үш биден басқа Балқожа биді де қосып отырмыз. Ары қарай енді біз Шоқан Уәлиханов атамыз туралы бір мағлұмат алайық. Осы видео ерекше бала болған. Шоқанның шын есімі Мұхаммед Ханафия болған. Ол күллі әлемге Шоқан атымен танылды. Шоқан кішкентай кезінде үнемі жүреліп, яғни шоқиып отыратын болғандықтан, әжесі оны Шоқаным деп еркелетіп атап кеткен деседі. Шоқанның әжесі Айғаным батыл әрі сауатты әйел болған. Шоқанды ауыз әдебиетіне деген құштарлыққа да баулыған осы әжесі Айғаным болатын. Үйлеріне өлкені зерттеушілер, ғалымдар, білімді адамдар көп келетін болған. Шоқан кішкентайынан осындай адамдармен араласып өскен. Әкесі Шыңғыс Сұлтан мен әжесі Айғаным Шоқанның оқуға деген құштарлығын байқап, үнемі жағдай жасаған. Шоқан 4 жасынан әріп танып оқи бастаған. Мектепке барып, онда араб жазуын меңгерген. Сурет салуды үйренген. Сурет салуды, сызбалар сызуды ерекше жақсы көрген. Ол өзінің туған жері Құсмұрын мен Сырымбеттің айналасындағы көріністердің сызбасын түсірген. Мінекей балалар, Шоқан Уәлиханов кішкентай кезінен ақ. Балалар, осы бейне жазбадан не ұқтыңдар? Шоқан Уәлиханов туралы кәдімгі кім айтады? Қандай мағлұмат алдыңдар? Қандай болған екен? Айта ғой. Шоқан алғыр, ізденімпаз, шыдамды болған. Өте керемет, тағы айта ғой. Шоқан Уәлиханов кадет корпусында оқыған. Ол білім алған және де құрбыластарының арасында жақсы оқып, биік адам болып шыққан. Керемет. Тағы кім айтады? Қанша жасынан оқыған екен Шоқан? Кәмде айта қойшы. 12 жасынан бастап ол оқып бастаған. Және де оның шын аты Мұхаммед Ханафия болады. Оның апасы ол шоқиып, бір жерге қарап тұрғандықтан, білімді болғандықтан Шоқан деп атап кеткен. Жарайсың, отыра ғой.
Ал олай болса балалар Шоқан Уәлихановтың біз 4 жасынан хат 11 жасында, 11-12 жасында Орынбор қаласына апарып, оны ата-анасы бастап кеткен. Олай болса, ол орыс елінің балаларымен бірге орыс тілін білмесе де, сол тілді біліп, сол мұғалімдермен темесе біледі екен. Содан кейін ары қарай бұл хандықтардың жоспарларын жасап, соларға мағлұмат беріп, жоспар беріп өте ақылды кісі болған екен. Сондықтан да біз Шоқан Уәлихановты ұлы ағартушы, жазушы деп сыйлаймыз. Осы Шоқан Уәлиханов атындағы мұражайлар бар, ежелден мұражайлар ашылды. Және осы Щучинск қаласында жалғыз ғана Шоқан Уәлиханов атындағы кадет корпусы бар. Балалар, бүгінгі дәйек сөзімізді кәдімгі қайталаңдаршы. Халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін білім. Ал балалар, осы дәйек сөзі қандай мәнін ұқтыңдар кәдімгі айталыңдаршы. Барлық адамды теңестіретін ол әрине де білім. Барлық адам бірдей білім алады. Ешқайсысы артық емес, немесе кем емес. Барлығы түгелдей бірдей білім алады. Сондықтан да тең болды. Даналық деп отырғанымыз осы білім туралы даналық сөздерді барлықтарына берген. Кәдімгі кім айтады? Бір сөзін айтшы, даналық сөздерді. Білімді адам мәдениетті, әдепті, адамгершілікті болады. Ал байлығы мол адам мақтанады, әркімге астамшылық көрсетеді. Таразының қай басы ауыр тартқанын бағамдай жатарсыңдар. Қандай даналық сөздерді деп айта қойшы. Атамыз Бауыржан Момышұлы айтқан, тәртіпке бағынған ел құл болмайды деген. Кән сен айта қойшы даналық сөзді. Кешірімді адам ең жақсы адам деп Бауыржан Момышұлы айтқан. Дұрыс. Қандай даналық сөзді дейміз кәнге? Білімің көп болса, ел сені құрмет тұтады, ал байлығын мол болса қызғанады. Білімге есеп-қисап жүргізбейсін, ал байлығыңды күнде есептеп отыруың қажет. Білім қаншама көп болғанмен іріп шірмейді, бүлінбейді, ал байлығын бір жұттық өледі, жоғалады. Қандай даналық сөзді айта қойшы? Білім даналыдан қалған мирас. Білім сені бағады, ал байлық сен бағасың. Білім досыңды көбейтеді, ал байлық дұшпаныңды арттырады. Білім іздеген сыйын көбейе береді, молая береді. Жұмсағанмен азаяды, ал байлық жұмсасаң азаяды, кемиді, жойылады. Қандай даналық сөзді дейміз кәнге? Айта қойшы. Қандай даналық сөзді айта қойшы туралы? Бауыржан Момышұлы айтқан, ата-ананың қадірін білмеген, ел қадірін біле алмас деген. Өте дұрыс айтады. Ал олай боласын, осы балалар сабағымызды қорытындылайды де, сендерге осы білімнің даналардан қалған мирас екенін, білім сені бағатынын, білім сені асырайтынын білдіңдер, ал байлықты сен бағады екенсің. Олай болса, білімің көп болса, сені құрмет тұтады екен. Өз бойынан сондай бір жақсы өнерді, таланттарды көрген адам қызығады екен. Олай болса, балалар бүгінгі сабағымызда білімді болу дегенді, бәрінен бұрын біз адам болу дегенді ұғынар екенбіз. Білімді болу деген сөз адам болу екен. Олай болса, білімдіктен шыққан сөз дегенді нұрға бөледі екен. Білім сенің серігің екен, өмірлік жолдасың екен. Олай болса, адам барлық керегі ой, өрісінің бәрі, даналықтың бәрі осы білімден алады сөз. Олай болса, балалар келесі сабақта үйге тапсырма Наурыз мейрамын оқып келесіңдер. Сау болыңыз.